Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге физика пәнінің оқытушысы Аптайжанова Мархабат Берікқызы. Құрметті білім алушылар, қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы линзалар, жұқа линзаның формуласы. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты сіздерді линза дегеніміз не, линзаның қанша түрі бар және физикалық шамалар арқылы қалай өрнектеуге болады. Осы ұғыммен таныс боласыздар. Жалпы линза дегеніміз екі жағы сфералық бетпен шектелген мөлдір денелерді біз линза деп атаймыз. Линзадағы негізгі белгілеулерге тоқталатын болсақ, яғни белгілі бір жазықтықта кескін алуымыз қажет болады. Яғни линзаның оптикалық центріне бекітеміз, яғни О әрпі арқылы белгілеп қойдық. Ал мына жақтағы F деп тұрғанымыз фокустық жазықтық, яғни кескін пайда болатын аймағымыз. Линзадан белгілі бір сәуле арқылы кескіннің түсуін дәл осы фокустық жазықтық арқылы анықтайтын боламыз. Линзалардың негізгі екі түрі бар: жинағыш және шашыратқыш линзалар. Жинағыш линза деп отырғанымыз екі жағы жуан, орта жағы жіңішке болып келетін негізгі кескіннің пайда болуы ол жинағыш линзалар, яғни бір нүктеге кескінді жинауы. Ал шашыратқыш линзалар керісінше орта жағы жіңішке, екі жақ бөлігі жуандап келетін негізгі линзаның түрлері. Осы жинағыш және шашыратқыш линзаларға байланысты линзаның түрлері тағы да дөңес және ойыс линзалар болып екі түрге жіктеледі. Құрметті білім алушылар, сіздер мына кескінге назар аударсаңыздар. Дөңес линзаның физика ғылымында жалпы үш түрі қарастырылады. Яғни, бірінші суреттен сіздер байқап отқандарыңыздай қос дөңес линза, яғни екі жағыда сфералық беті дөңес болып келеді. Ал екінші кескіндегі линза жазық дөңес линза, яғни жазық, мына екінші жақ бөлігі дөңес, ал үшінші кескіндегі линзамыз ойыс дөңес линза. Яғни, құрметті білім алушылар, жаңа мен жоғарыда атап кеткенімдей, бұл линзамыздың түрі, яғни бізде жинағыш линзалар, яғни белгілі бір кескінді ортадағы нүктеге жинайды. Қайтадан есімізге сала кетейін, құрметті білім алушылар, екі жағы линзаның жіңішке, ал орта жағы жуандай түскен линзаның түрлері ол бізде жинағыш линзалар деп аталады. Келесі суретке назар аударатын болсақ, шашыратқыш линзаның түрлері, яғни шашыратқыш линзалар ойыс линзалар болып табылады. Ойыс линзалардың да негізгі үш түрі бар. Яғни, төртінші суретте екі жақ беті де ойыс линза, яғни қос ойыс линза. Бесінші суретте жазық ойыс линза, алтыншы суретте дөңес ойыс линза. Құрметті білім алушылар, енді жаңа айтып кеткен қағидамызды еске түсірейік. Орта жағы жіңішке, екі жақ шеті жуандай түсетін линзаның түрлері шашыратқыш линзалар. Яғни белгілі бір кескінді шашыратып беретін негізгі кескіннің көзін біз шашыратқыш линзалар деп атайтын боламыз. Бұл біздің атап өткендеріміздің барлығы негізгі линзаның түрлері. Енді егер бас оптикалық оське параллель жарық сәулелерін түсірсек, линзаның бас фокусында жиналады. Яғни линзаның бас фокусы деп отырғанымыз, міне мынау нүктені линзаның бас фокусы деп атайтын боламыз. Линзадан фокусқа дейінгі қашықтықты, құрметті білім алушылар, мынау тұрған кесіндіні біз линза деп алатын болсақ, осы линзадан нәрсеге дейінгі немесе фокусқа дейінгі қашықтық кішкентай F арпағымен белгіленетін болады. Және оны біз сантиметр немесе метр арқылы өлшейтін боламыз. Жаңа жоғарыда атап өткенімдей, шашыратқыш линзалардың шеті қалың, ортасы жұқа болып келеді. Яғни шашыратқыш линзалар өзі арқылы өткен жарықты шашыратады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мынау линза арқылы өткен жарығымыз шашыраңқы кескін береді. Шашыратқыш линзадан кез келген уақытта жалған кескін пайда болады. Жұқа линзаның формуласы ол бізде бір бөлінген кішкентайды қосылған бір бөлінген кішкентай F тең болады бір бөлінген үлкен F-ке. Бұл жердегі кішкентай D деп отырғанымыз нәрседен линзаға дейінгі қашықтық. Ал кішкентай F деп отырғанымыз линзадан нәрсеге дейінгі қашықтық. Ал үлкен F линзаның бас фокусы, яғни кескін пайда болатын аймақ. Жұқа линзаның формуласын осы өрнек арқылы анықтайтын боламыз. Енді
формуланы түрлендіруге тоқталып өтейік. Жаңағы өрнектен бізге линзаның негізінде фокусын табуымыз керек болатын болса, біз D менен F-ті, яғни линзадан нәрседен линзаға дейінгі қашықтығымызды бір-біріне көбейту формулалары арқылы өрнектеп алатын боламыз. Яғни D көбейтілген F қосылған бөлінген D қосылған кішкентай F-ке. Дәл осы жерден біз мынау кішкентай D-ні табатын болсақ, яғни нәрседен линзаға дейінгі қашықтықты анықтайтын болсақ, онда біздегі F көбейтіледі кішкентай F-ке, яғни фокус аралығы көбейтеді нәрседен линзаға дейінгі қашықтыққа. Және нәрседен линзаға дейінгі қашықтықтан біз алып тастаймыз фокус аралығын, яғни кері таңбамен. Өзімізде түсініп отырғанымыздай, құрметті білім алушылар, фокус аралығының алдында бізде 10 таңба көрсетілген, және бұл кері бағытқа ауыстырылған кезде, теңдіктің оң жағына өткен кезде міндетті түрде кері таңбаға ауысады, яғни минус таңбасына ауысатын болады. Дәл осындай біз нәрседен линзаға дейінгі қашықтықты, яғни кішкентай F-ті де анықтай аламыз. Және келесі түсіндіретін негізгі физикалық шамамыз линзаның оптикалық күші деп аталады, құрметті білім алушылар. Линзаның оптикалық күші бас фокус арақашықтығына кері шама. Линзаның оптикалық күшін латынмен үлкен D әрпі арқылы белгілейміз. Өлшем бірлігі ретінде диоптрия қабылданған. Және қысқарту арқылы ДПТР деп жазатын боламыз. Енді линзаның оптикалық күшін анықтауға арналған физикалық өрнек үлкен D тең болады 1 бөлінген F деп аталады. Яғни линзаның оптикалық күші бас фокус арақашықтығына кері шама болып табылады. Линзалардың ұлғайтуы, яғни линзалардың ұлғайтуы деп кескіннің сызықтық шамасының нәрсенің сызықтық шамасына қатынасымен анықталатын физикалық шаманы айтамыз. Линзалардың ұлғайтуын кішкентай К әрпі арқылы белгілейтін боламыз. Және бұл жерде біз міне нәрседен линзаға дейінгі немесе линзадан нәрсеге дейінгі қашықтық арқылы линзалардың ұлғайтуын анықтап алуымызға болады. Немесе кескіннің сызықтық шамасы мен нәрсенің сызықтық шамасының қатынасы арқылы да біз линзалардың ұлғайтуын анықтай аламыз. Линзалардың ұлғайтуын сантиметр және метр арқылы анықтауымызға болады. Енді құрметті білім алушылар, осы тақырыбымызды қорытындылау мақсатында есеп шығару үлгісін көрсетейін. Есептің берілу шартында фокус аралығы 4 см жинағыш линзадан нәрсе 6 см қашықтыққа орналасқан. Кескіннің линзадан арақашықтығын және қандай болатындығын анықтаңыз дейді. Енді фокус аралығын үлкен F арқылы белгілеп аламыз, яғни үлкен F тең болады 4 см. Ал линзадан нәрсе 6 см қашықтыққа орналасқан, яғни кішкентай D әрпі арқылы тең болады 6 см-ге. Табуымыз керек кескіннің линзадан арақашықтығын, ол бізде кішкентай F арқылы белгіленеді. Енді құрметті білім алушылар, есептің шешуін жазбастан бұрын біз міндетті түрде халықаралық бірліктер жүйесіне тоқталып өтуіміз қажет. Ол деп отырғанымыз сантиметрді міндетті түрде метрге айналдырамыз. 1 метрде 100 сантиметр болғандықтан 4-ті 100-ге бөлеміз, немесе дәреже түрінде де алып қарастыруымызға болады. Ол деп отырғанымыз 10-ның 2 дәрежесі немесе 10-ның квадраты, осы бізде 100-дік көрсеткішті сипаттайтын болады. Енді бізде құрметті білім алушылар, сантиметрді метрге айналдырып тұрғандықтан бізде кері таңба қойылатын болады. Өйткені біз берілген сандық көрсеткішті 100-ге бөлуіміз қажет болады. Сонда 4 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі метрге тең болады. Тура осылайынан линзадан нәрсеге дейінгі қашықтықты да біз міндетті түрде метрге айналдырамыз. Енді құрметті білім алушылар, бұл жерге біз жұқа линзаның формуласын жазу арқылы анықтайтын боламыз. Яғни 1 бөлінген үлкен F тең болады 1 бөлінген кішкентай F қосылған 1 бөлінген кішкентай D. Осы жерден біз өзімізге қажетті кескіннің линзаға дейінгі арақашықтығын, яғни кішкентай F-ті анықтап алуымыз керек болады. Ол жағдай F-ті біз D-ға көбейтеміз және кері таңба арқылы жаңа формула түрлендуін көрсетіп кеткенімдей D-дан, D деп отырғанымыз линзадан нәрсеге дейінгі қашықтықтан фокус аралығын азайтып тастаймыз. Сонда бізден шыққан көрсеткіш, құрметті білім алушылар, барлық сандық мәнді орнына қойып есептеу арқылы біз 12 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі метрді аламыз. Яғни бұл деп тұрғанымыз бізде 12 сантиметрлік көрсеткішке тең болады.
Сонда құрметті білім алушылар, кескіннің линзадан ара қашықтығы 12 сантиметрді құрайтын болады. Дәл осындай екінші есепті шығарып көрейік. Яғни фокус аралығы 25 сантиметр. Шашыратқыш линзаның оптикалық күшінің абсолют мәні нешеге тең? Яғни, құрметті білім алушылар, фокус аралығы 25 сантиметр, оны үлкен F әрпімен белгілеп алатынбыз. Табу керек оптикалық күшті, яғни оптикалық күш үлкен D арқы арқылы өрнектелетін еді. Тура жаңағы есеп сияқты 25 сантиметрді метрге айналдырып аламыз және оптикалық күшті анықтауға арналған өрнекті жазамыз, яғни D тең болады 1 бөлінген F-ке. Сандық көрсеткіштерді орнына қойып есептеу арқылы біз 0,4 көбейтілген 10-2 дәрежесі диоптрияны есептеп алатын боламыз. Құрметті білім алушылар, бізде линзалар негізінде көп жағдайда көзге тағу қызметін атқарады. Дәл қазіргі таңда мейлі оны кейбір жастар сән үшін тақса, кейбір жандар, яғни көзілдірік тағудың орнына ыңғайлы түрде осы линзаларды тағып алады. Енді сіздерге көзіңіз шаршаса не істейсіз? Осындай жағдайда не істеуге болады және қандай жаттығу орындауға болады? Біз осыған тоқталып өтейік. Емтиханға дайындалу кезінде, құрметті білім алушылар, барлығымызға белгілі көзге көп ауыртпалық түседі. Яғни, мейлі компьютер арқылы дайындалыңыз, мейлі ұялы телефон немесе қағаз түрінде шығарып дайындалсаңыз да, бүкіл ауыртпалық көзге түсетін болады. Егер көзіңіз шаршаса, онда ағзаңыз шаршайды. Мұндай жағдайда емтихан тапсырмасын орындауға күшіңіз жетпей қалады. Сондықтан да, құрметті білім алушылар, көзіңіздің демалуына жағдай жасау қажет. Ондай жағдайда кез келген екі жаттығудың біреуін орындаңыз. Яғни, кезегімен жоғары төмен 25 секундтан және оңға солға 15 секундтан қарауымыз қажет болады, құрметті білім алушылар. Және көз қарашығымен бос кеңістікке, яғни ауаға өзіңіздің аты жөніңізді жазыңыз. Немесе екінші жаттығу, ұзақтығы бір затқа 20 секунд, сосын алдындағы қағазға 20 секунд көзіңді тік ұстап қараңыз. Немесе сағат тілі бойынша оған кері етіп, көз қарашығымен квадрат, үшбұрыш бейнесін салыңыздар. Сондай жағдайда көзіміз бізде демалатын болады, құрметті білім алушылар. Көз қарашығымызды сақтайық. Және сіздерге тиесілі барлық тапсырманы параграф білімге жүктедім. Яғни лекция материалын, презентация, видео материал және орындауға тиісті бірнеше жаттығулар мен параграф білімге жүктеп қойдым. Барлық тапсырманы алып, мұқият орындап, кері байланыс есебінде параграф білімге жүктейміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.